Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Ағам ұшақпен ұшып кетті». Жаңа сөздермен таныс болайық. Жолсерік, әрі-бері, апат. Жаңа сөздерді сөздікке жазып қойыңдар. Жазылым, бірінші тапсырма. Көлік, саяхат туралы мақал-мәтел жаз. Бағалау парағы. Көлік, саяхат туралы мақал-мәтел жазады 2 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 ұпай. 5-6 сабақтар. 2-ші тапсырма. Ағам болашақ қаржыгер. Ол болашақ бағдарламасы бойынша шетелде оқиды. Ол жазғы демалыста үйге келді. Бүгін қайтадан оқуына кетеді. Ағам отыратын ұшақ бүгін кешкі 6-да ұшады. Біз отбасымызбен ағамды шығарып салу үшін әуежайға келдік. Әуежайда әрлі-берлі жүрген адам көп екен. Біреулер келіп, біреулер кетіп жатыр. Әуежайдың 2-ші қабатына көтерілдік. Ағам жүк тексеретін орынға сөмкелерін тапсырды. Сапарың сәтті болсын құлыным, деді анам. Біз ағаммен қимай қоштастық. Тыңдаған мәтін бойынша мәтінді мазмұндап айт. Бағалау парағы мәтінді тыңдайды, мазмұндап айтады 2 ұпай. Мәтіннің құрылысын сақтайды 1 ұпай. Төл дыбыстарды дұрыс айтады 1 ұпай. Жазылым тапсырмасы 4-ші тапсырма. Жазда ұшақпен шетелге ұшасың. Ұшаққа қандай заттарды алуға болады? Тізімін жаса. Сол сөздермен сөйлем құра. Бағалау парағы ұшаққа алатын заттардың тізімін жасайды 1 ұпай. Сөйлем құрады 2 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.